Бүгін параллель түзулер және кесінділер деген тақырыпты қарастырамыз. Бір жазықта жататын және қиылыспайтын екі түзу параллель түзулер деп аталады. Мысалы, 110 суретінде А және Б екі параллель түзу кесінділген. Енді оның өзінің жазылуы бар. А және Б түзулері параллель дегенді былай жазуға болады, немесе осылай жазуға болады. Енді бұның айтылуы А және Б түзулері параллель, немесе А түзуі Б түзуіне параллель деп айтсақ та болады. Келесі айтатынымыз параллель кесінділер. 111 суретте қарасақ, АВ және СД деген екі кесінді берілген. Енді бұл екі кесіндіміз екі параллель түзудің бойында жатыр. Сондықтан ол екеуі де параллель болады. Енді олардың параллель екендігін бүйтіп жазып қойсақ болады. АВ қос таяқша ол параллельді білдіретін белгі. СД 1096 есепке қарайық. Енді бұл есепте бізге 112-де 1 деген суретке оның біріншісіне қарап, М және N түзулері параллель екен, суреттен параллель кесінділерді атаңдар дейді. Бұл жерде АВ және СД деген екі кесінді берілген, ол екеуі параллель болады. Себебі бізде М және N-іміз параллель екендігі берілген. Сондықтан ол түзулердің бойында жатқандықтан АВ параллель СД болады. 1097-112-де екінші суретте параллель түзулер берілген дейді. А параллель Б параллель С. Үшеуі бір-біріне параллель түзулер берілген. Суреттен параллель кесінділерді атаңдар дейді. Мн кесіндісі EF кесіндісіне параллель және КЛ параллель EF кесіндісіне. Содан Мн КЛ кесіндісінде параллель болады. 1098 есепке қарайтын болсақ, 113 суретте берілген түзулердің қайсысы өзара параллель болады дейді. Енді бұл кесінділерге біз ат қойып шығымыз керек қой деймін. А түзуі болсын, мынау Б түзуі болсын, С, Д түзуі болсын, Е түзуі болсын және F деген түзуі болсын. Олай болса, А деген түзуге бізде Д деген түзу параллель, ал Б деген түзуге С деген түзу параллель, Е деген түзуге мына түзуге F деген түзу параллель. Ары қарай 1099 есепке қарасақ, А түзуі Б түзуіне, С түзуі Д түзуіне параллель дейді. Демек, А түзуі параллель Б-ға және С түзуі параллель Д-ға дейді. Енді бұл жерден параллель кесінділерді атаңдар дейді. F кесіндісі параллель С М кесіндісі деп жазсақ болады. Тура солай АВ параллель М-ді немесе АВ параллель СМ деп бір-бірімен жаза берсек болады екен. Енді біз С және Д деген екі түзуге қарайық. Ол жерден EF деген кесінді табуымызға болады екен. EF параллель. Бұл жерде тағы бір нүктеміз MN. Номері 1100 есеп. АВС сүйір бұрышын салыңдар дейді. Салып қойдық. Бұрыштың ВА қабырғасына тиісті М нүктесін белгілеңдер дейді. Бұл жерде ВА деген қабырғаға тиісті болатын М деген нүктені белгілеуіміз керек екен. М деген нүктеміз осы болса, әрі қарай осы нүкте арқылы ВС қабырғасына біреуі параллель, екіншісі перпендикуляр болатын екі түзу жүргізіңдер дейді. Енді ВС қабырғасына параллель түзу жүргізуіміз керек. Ол үшін былай жазуымыз керек. Келесі осы берілген нүктеден өтетін және перпендикуляр болатын тағы бір түзу жүргізуіміз керек екен. Жүргіздік. Енді сұрағаны осы екен. Демек, оны белгілеп қоя салайық. Бұл мынауымыз А түзуі болсын. Келесі мынау Б түзуі болсын. Онда біз оны былай жазып қоямыз.
вс параллель б деген түзуге және вс перпендикуляр а деген түзуге. Енді бұдан біз қарап отырсақ, а және б дегеніміз тағы перпендикуляр болады екен. Оны да жазып қойсақ болады. А перпендикуляр б. Номері 1102 есеп. Қиылысу нүктелері болмайтын 4 түзу салыңдар дейді. Демек 4 түзу салу керек және олардың қиылысу нүктелері болмау керек. Былай қойсақ болады. Бұл енді 4 түзу бір-біріне параллель. Демек олардың қиылысу нүктелері жоқ. Келесі 3 қиылысу нүктесі болатын дейді. 3 қиылысу нүктесі болатын біз 3 түзу салып, оны 4-ші түзумен былай өтесек болады. Сонда нүктелердің саны 3 қиылысу нүктесі пайда болады. Енді оның тағы да бір басқа нұсқасы болуы мүмкін. Ол мынандай. Былай салсақ және былай салып қойсақ. Енді бұл жерде мына жеріміз бір нүктеде қарастыра берейік. Демек 1, 2, 3 қиылысу нүктесі пайда болды. Берілген бізде 4 түзуге. Ал енді соңғысы 5 қиылысу нүктесі болатын дейді. Ол 5 қиылысу нүктесі болатынға біз былай жүргізіп қойсақ болады. Енді бұларды санап шықсақ, 1, 2, 3, 4, 5 қиылысу нүктесі болады екен. Енді оның тура сол вариантқа ұқсайды енді. Бірақ пайда салуға болады екен. Бұл жерде де 5 қиылысу нүктесі болады. 2, 3, 4, 5. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.